Президент өз жолдауында 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап ұлттық қордың таза инвестициялық табысының 50% балалардың шотына аударылып отыратынын айтты. Бұл жерде негізгі мақсат бала 18 жасқа дейін ақша жиналу керек, оған дейін ақшаны жарата алмайсыздар, ал одан кейін жиналған ақшаны баланың үй алуына бастапқы жарна ретінде немесе білімге жұмсауға болады. Осылайша Қазақстанның қазынасы, яғни байлығының бір бөлігі біздің балаларымыздың игілігі үшін жұмыс істейтін болады. Бұл процесс қалай жүзеге асады есебін шығарып көрейік. Осы уақытқа дейін ұлттық қордың инвестициялық табысы орта есеппен жылына 4 миллиард доллар ақша. 4 миллиард долларды біз жартысын екіге бөлетін болсақ, 2 миллиард доллар болады. Ал елімізде 18 жасқа дейінгі балалар саны шамамен 7 миллион бала бар. Дәл сол соманы 7 миллионға бөлетін болсақ, әр баламызға жылына орта есеппен 285 доллар түсу керек. Енді қараңыздар, бұл әрине ұлттық қорға түсетін инвестициялық табыс бұдан да көп болуы мүмкін. Және де тағы да бір айтатын маңызды нәрсе, бұл 2024 жылдың 1 қаңтарынан бастап туылған балаларға қатысы жоқ. Кез келген 18 жасқа дейінгі балаларға арналады. Яғни бұл процесс 2024 жылдың 1 қаңтарынан басталады деген сөз. Осы